Құрметті ұстаздар мен оқушылар, бүгінгі интеграция арқылы адамгершілік рухани құндылықтардың жаңаруы атты аудандық семинардың ашылу салтанатына хош келіпсіздер. Өзін-өзі тану пәнінің балаларға, ата-аналарға, ұстаздарға берер көмегі зор. Бүкіл адамзатқа өзінің жылуын сыйлап, өмірге деген жақсы көзқарасын оятып, бір-біріне деген қарым-қатынастарын жақсартып, өмірдің дұрыс жолына бағыттайды. Сонымен қатар, адамның рухани жан дүниесін байытып, ішкі жан дүниесін ашуға көп көмегін тигізіп отыр. Сара Алпысқызы Назарбаева 1941 жылдың 12 ақпанында Қарағанды облысы Қызылжар селосында дүниеге келді. 92 жылы ақпан айынан бастап Бөбек Республикалық балалар қайырымдылық қорының негізін қалаушы және президенті. Бөбек қорының негізін қалаушы Сара Алпысқызы Бөбек қорын құрып, жетімдерге жәрдемдескен, өзін-өзі тану пәнін білім бағдарламасына енгізіп, жеткіншектерді ізгілікке баулыған тұлға. 2010 жылдың 1 қыркүйегі өзін-өзі тану пәнін Қазақстан Республикасының үздіксіз білім беру жүйесіне жаппай енгізді. Сүйіспеншілік тіршіліктің тірегі. Риясыз сүйіспеншілік тіршіліктің сәні мен мәнін келтіретін нұр, әрі ең басты қуат көзі. Сүйіспеншілік энергиясы дүниені өзгертуге бейім, өмір беруші және демеуші қуатты энергия. Ендеше келесі кезекте 4-ші сынып оқушыларының хорын қабыл алыңыздар. Хор «Жау, жау, жаңбыр».
балалық балдырған шақ санарман, барлық бала армандауға жаралған. Кел достарым, әнге тіңдер билеңдер, гүлденсін деп ата мекен қарарман дей отырып, келесі кезекті әдеби монтажға береміз. Мұқағали Мақатаев. Ана сен бақыттысың, ана сен бақыттысың, жыламағын, жанына жай түсіп жатқанда да құламағын. Тәңірінен мен едім ғой сұрағаным, сондықтан да жыламағын, бармын ғой, тірімін ғой, қасындамын, өлмеймін мен өзіндей асылданмын, таусылым өз-өзіне шашылғаным, байырға берекенді қашырмағын, мен сенің құнықпын ғой көз жасына, өзім кепіл тот басып тозбасыма, 2 жыл жазсам саған бірін арнап, ана деп жаздым ылғи сөз басына. Тәңірім кеше көрсін кесірімді, аспанға жазсам сенің есіміңді, ана сен бақыттысың тербете бер, құба талдан елден бесігімді. Өсірген халқым аямай, өртенді бақ пен саяжай, сол үшін батыр ағалар, жаратты жауын аямай, соғыста қырғын тешегі, ажалдан сақтап неше елді, төлегендей ағалар, кеудесін оққа төседі, жанында сүйген халықты, ерлерді мәңгі даңғытты. Неге тұтып өсеміз, әлия маншық мәлікті, отанды сүйген баламыз, отанға қорған балармыз. Мұқағали Мақатаев. Шыдай түс, шыда тағы, шыдамдыны мына өмірін атады, үміттің құлание құлатаңа, әйтеуір бір атады. Өкінбе, өкпелеме бүгініңе, өмір болмайды түңілуге, мәңгі сені жазбаған сүрінуге, қайта тұрып хақың бар жүгінуге. Түсінемін жаныңның ауырғанын, шыдадың ғой шыдай түс дамылдағын, иоқтардың тәсілін қабылдағын, басқасына бас ұрып табынбадым. Шыдай түс, тағы шыда, тау құлаққан тасқынның ағысына, кір жуытпай кіршіксіз намысына, қарысуға болады алысуға. 5 құндылық. Өмір менің жарқылдайтын аспаным, өмір менің таусылмайтын дастаным, адам болып келгеннен соң өмірге, өмір мәнін ізгілік деп қоштадым. Ақиқатты тану үшін ғаламда, сүйіспеншілік керек әр адамға, ой, сөз, ісің дұрыс болса әрдайым, қиянатта жасамайды әмәнда. Жалпыға ортақ адамзаттық құндылық, жақсылыққа жетелері бір шындық, жүрегіміз нұрға толы жан болса, баршамызда болар ішкі тыныштық. Айырмашылық бар ма, ұстаздар өнерлі жалпы дара. Сен балсың, ақиқаттың нұры, сен балсың, ішкі тыныштығым, сен балсың, дұрыс әрекетім, жүрегім құндылықты. Астанада бар, Таразда да бар, алғысым шексіз, өзіңе бегім, әлемде бар, адамзатта бар, рахметін айтам, достарым саған. Адалдықта жолы, әр баланың көкі, ой мен сана. Сен балсың,
Hakikaten nurlu sen varsın, varsın. Eşkı bilmiştim sen varsın, varsın. Dürüst hareketin sürüydüm kullukta. Astana'da var, Taras'ta var. Ağlasam şeysiz, özüm yeni bir gün. Elimde var, adam zatta var. Rahmetin aydan, dostlarım sağlam. Ustazlar kavunlar, hamdalarım var, mundalarım var. Yüreği aşık, canın canlar. Astana'da var, Taras'ta var. Ağlasam şeysiz, özüm yedi bir gün. Elimde var, adam zatta var. Rahmetin aydan, dostlarım sağlam. Meyrimdilik g'ajoyib umr yesigi, meyrimdi bo'lsang sajda men terbiyetler besigin, aşık bo'lsang muhtojlarga ko'nglim men yesigin, meyrimsiz bo'lsang Allohdan bo'lmas kechirim. Kelesi кезекте 5-sınıf o'quvchisi Aydarxon Nurgulning o'rindovida Meyrim Meyrimdi
қалдырған шақсан арман, барлық бала армандауға жаралған. Кел достарым, әнде тіңдер билеңдер, гүлденсін деп атам екен қарарман. Болашақтың иесіміз бәріміз, туған жердің түрлен тірер нәріміз. Алтын бесік ұлан байтақ елімде, жарқын болсын шырқап айтар әніміз де келесі кезекте хор, унисон хор ұжымы, болашағы біз елдің.
терең білімді, білікті іскер болу, қайраткер, ұлттық тұлғаға айналу, көп оқып, көп ізденуді ғана емес, уақытты дұрыс пайдаланып, ерінбей еңбек етуді де қажет етеді. Демек, адамның өзін-өзі үнемі қамшылап отырғанда ғана айтулы тұлғаға айналмағаны хақ. Интеграция арқылы адамгершілік рухани құндылықтардың жаңаруы атты аудандық семинардың онлайн ашылу салтанаты аяқталды.